Сәлем қыздар, бүгін біз ешқандай машинканың көмегінсіз тақия тігіп үйренетін боламыз. Яғни ең бірінші бізге қажетті заттар ол бізге фетр. Яғни мен 52-ші размердегі тақия тігетін боламын. Радиусын 9-да 3 сантиметр қылып аласыздар. Және мынау сыртындағы лентасы, яғни айналып оралып тігілетін тақияның основасы мына жерде 6 сантиметр. 6 сантиметр қылып алдым. Айналатын ободогы бірдей қылып өлшеп аласыздар. Бірдей қылып өлшеп, чтобы мына жерлері бірдей болу керек. Тіккен кезде сіздерге артық қылмау керек. Ең бірінші основаға фетріміз керек болады. Астар матаға кез келген түсте хб мата алсаңыздар болады. Астарын үлкендеу қылып аласыздар. Яғни тігіске орын қалдыратындай алып кесіп аласыздар. Тігіске орын қалатындай алып. Маталарыңыз шет жағы қисық болса, шет-шеті қисық болса, ешнәрсе етпейді, оны түгелеп алуға болады. Главное, мынау основадан үлкен болу керек. Яғни ободоктың іші де үлкендеу қылып аласыздар. Тіккен кезде қайырып тіккенге. Мына шетінен үлкен қылып аласыздар. 1 сантиметр тігіске қалдырып, үстің бұл жағынан да қайырып тіккенге сәл үлкендеу қылып аласыздар. Одан кейін бізге паутинка керек болады, яғни клейімізді дәл осы фетрменен өлшеп аласыздар. Үлкендеу болсын шет-шеті. Шетінен 1 сантиметр, 1,5 сантиметр үлкен кесіп аласыздар. Сыртындағысын да сондай қылып аласыздар. Сәл үлкен қылып 1,5 сантиметрдей, екі жағынан 1 сантиметр, 1,5 сантиметр үлкен қылып аласыздар. Одан кейін сыртын қаптайтын мата. Сырты қандай түс болады сіздерде, сондай түспен қаптап аласыздар. Бірі, яғни ободоктың бірі жоғары қарап тұру керек. Ободоктың матасын кескен кезде, егер сізде велюр матасы болса, жоғары қарап тұру керек. Осы біріне қарап кесесіздер. Ободоктан 1 сантиметр, 1,5 сантиметр үлкен кесесіздер бұнда. Шет-шетінен үлкен кесесіздер. Мына жағынан да үлкен кесесіздер. Одан кейін төбесі, тақияның төбесінде сәл үлкендеу кесесіздер. Үлкендеу кесесіздер. Қажеттісі дәл осы түсті ине жіп қажет болады сіздерге. Қайшы, керегенше карандаш, или сабын қажет болады. И үтік қажет болады. Ең бірінші бәрін үтіктеп бір-біріне жапсырып аламыз. Ең бірінші дәл осылай ободогымызды жапсырып аламыз. Мынау менде қызымның наклейкасының астында жапсырылған қағаз. Осындай қағаздарыңыз болса, осындай қағаздармен жапсырып алсаңыздар болады. Яғни клей, паутинка бұл қағазға жабыспайды. Енді мына бұрышына келген кезде, мына жерде артық маталарды кесіп алды.
осылай жабысып шығу керек. Клейіміз қатты жабысып қалады. Дәл осылай жабыстырып аласыздар. Енді төбесін жабыстырған кезде міндетті түрде бүріне қарайсыздар. Бүрі былай қарай қарап жатады, тік жоғары қарай. И тахиянты осылай қоясыздар. Яғни тігілетін жағы артында қалу керек. Шетін тартып отырып, шетін тіклет етіп алыңыз бірінші. Ыстық үтікпен шет жағын. Енді мына ортасына келген кезде ортасын кесеміз.
Мына шеттері қалың болып қалмау үшін кесіп алып тастаймыз. Туш. Осылай тартып отырып, кілт етіп аламын. Мына жерде артық болып тұрған маталарды жайлап кесіп алып тастаймыз. Бұл жерден тақияны тіккен кезде бізде қалың болып қалмау керек матамыз. Қатты жақын қылып кесіп алмаймыз, 1 сантиметр әрлеу болсын. Шетіне қатты жақын қылып кесеміз. Осыны бекітіп үтіктеп шығамыз. Міне бізде уже асты да, үсті де креммен жабысты. Асты дәл осылай болады. Үстінде креммен жабыстырып аласыздар. Енді осыны екеуін қосып тігетін боламыз, ине жіппенен тігетін боламыз. Яғни бірі жоғары қараған. Былай көрінсе. Тіккен кезде біріне қарайсыздар, шатастырып алмаңыздар. Егер бірі әртүрлі болса, біреуі бір жағы қара, бір жағы жылтыр болып қалады. Ең бірінші мына жерін қосып тігетін боламыз. Мына жерін ине жіппен тігіп шығамыз.